Ассалаумағалейкум, құрметті күй қауым. Менің каналыма дәл осы жауға күйін үйренуіңізге, ниет білдіргеніңізге рахмет, қош келдіңіз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетсеңіз, маған деген алғысыңыз сол болсын. Енді сіздермен Ержан Тоқсабанов деген бауырымыздың, ағамыздың нақты танымайды екем. Сол кісінің жауға деген күйін үйренетін боламыз. Жауға деген күй жалпы екі дауыстан құралады. Ал енді сіздерге бірінші дауысты қазірше үйретемін. Бірінші дауысты біз не істейміз? Қазір 4 бөлімге бөліп тастаймыз. Сол 4 бөлімді де осы бір видеоның ішіне сыйдырамын бұйырса. Жеке-жеке арнайы видео түсірмеймін. Қанша 20 минут болса да, 16 минут болса да паузаға басып, тоқтатып, бірінші бөлімді үйреніп, одан кейін екінші бөлімге көшіп, екінші бөлімді үйреніп, одан кейін үшінші бөлімге көшіп, ақырындап үйренуге тырысыңыздар. Бәрін бастан аяқ тартып шығып, олай жаттау қиынырақ болады. Кішкене бірінші бөлімді жаттап аласыздар, сөйтіп кезең-кезеңмен үйренесіздер. Ал енді кеттік. Егер де мен монтажға уақытым болып жатса, астына цифр қоям. Уақытым болмай жатса, ренжімейсіздер. Осылай, егер де видеоның астына цифр тұратын болса, менің уақытым болып, демек видеоға монтаж жасадым деген сөз. Ал егер де цифр шықпайтын болса, айып етпеңіздер, өйткені оқушыларым да үйренеді, соларға бола салып жатырмын. Қайта-қайта видео түсіріп бермей, осы ютубтан каналымнан қарасын деп. Енді бұл жауға күйінде бізде қағыстар бірінші ритм осылай басталады. Дәл осы ритм бірінші бөлімге арналады. Міне, екі төмен бір жоғары, екі төмен бір жоғары, екі төмен, жоғары, төмен. Дәл осылай. Негізі жылдам тартылатын күй, басын кішкене орындап берейін. Осылай кете береді. Енді құлақ күйін, дәл менің домбырамның құлақ күйіне келтіру үшін соль мен реге келтіресіздер. Стандарт, яғни панотюнер деген бағдарлама бар, соны App Store'дан немесе Play Market-тен тартып аласыздар да, астыңғы дыбысты G деген әріпке келтіресіздер. Геннадий Головкин деген бар, Triple G. Сол сияқты G-ға келтіресіздер астын. Ал үстін D деген әріп. D. Асты G, үсті D. Кеттік ал. Екінші пенеден бастаймыз. Дәл осы әуен екі рет ойналады. Енді одан кейін дәл солай бастап бармақ үшінші пернеге бесінші пернені төртінші саусақпен үстінен басамыз. Ашып береміз. Дәл осыны екі рет қайталаймыз. Тағы да бір рет. Енді ары қарай төртіншісі кішкене өзгеше. И тура бастапқы әуен. Қайталау. Бітті. Енді ары қарай дәл осы әуендер жетінші пернеден басталады. Төбесі ашық. Үшінші рет тағы да тартамыз. Енді 14-ші пернеден 15, 14, 12, 10 не істейміз? Қайтадан қайталаймыз. Қайталауды кішкене жылдамырақ орындайын. Жетіден. Екі рет. Ал енді 10-ға және 12-ке бармақты қоямыз, 10-ға бірінші саусақты қоямыз.
байқасаңыздар бармақ мүлде алынған жоқ, асты ғана өзгеріп отыр. Енді өзгерді. Тағы тартып көрсетем, мән беріңіздер, бармақ бір орында тұра береді, астыңғы ноталар ғана өзгеріп отыр. Енді жетіден қайталау. Енді 5 тактыдай біз пауза ұстап тұрамыз. Бұл жерде барабанның партиясы кетеді, барабан ойнайды. Бірінші бөлімді аяқтадық осылай. Енді екінші бөлімді жалғастырамыз. Ары қарай екінші бөлімді ойнайын. Екінші бөлім бізде кішкене ритм өзгереді. Басында қағыс. Осылай еді. Ал енді екінші бөлімде біздің қағыстар қалай өзгереді? Ритм былай басталады. Екі рет. Енді осылай. Екі рет тура осылай тартамыз. Ары қарай. Қағысқа бәріне мән беріп отырыңыздар. Орнатылықтар. Қайтадан ойнап көрсетем мына жерде. Қайталау. Үшінші. Енді 9-ға кетеміз. Реприза, қайттан қайталаймыз жаңа бастаған жерден. Екіншісі. Мына жерде байқасаңыздар басында де ойнап жатыр екен, тағы бір қағыс қосылды. 16-лықтар. Қайталау. Енді 12-ден бәрі 16-лықтар. Жай ойнап көрсетем. 9-дан 5 9 10 9 7 5. Ары қарай 7 және 9 кетеді бізде қазір. Тағы қайталау. Жетіден 5 16-лықтар. Тағы да бір рет қайталаймыз. 5 7 5-тен қайталау. Бастапқы жаңа ритм. Қайталау. Енді бағана кішкене күрделенген түрін ойнаймыз тағы да. Бастаған жеріміздің қағыстары кішкене өзгеріп отырады бұл жерде. Жоқ, қайтадан.
Осылай екінші бөлімді бітіреміз. Енді құрметті жауға күйін үйренуші бауырым, қарындасым немесе інім, немесе шәкіртім. Осы бірінші бөлімді бітіргеннен кейін пысықтап алыңыздар. Жақсылап қарап, қайта тартып, жақсылап меңгеріп, саусақтардың бәрін үйретіп алыңыздар. Одан кейін екінші бөлімге көшеміз. Екінші бөлімді жақсылап меңгеріп алғаннан кейін үшінші бөлімге көшіңіздер. Менің айтқым келгені, екінші бөлімді бітіре салып, қайтадан үшінші бөлім жалғап кетпеңіздер. Ал егер де тартып жүрген болсаңыздар, ол жалғастырып кетуге құбағып болады. Екінші бөлімді тартып келе жатып, үшінші бөлімге өте берсеңіздер жарасады. Егер де тартып жүрген күйлеріңіз болатын болса, немесе ағайларыңыз, апайларыңыз үйреткен болатын болса, жай көрсетіп. Енді үшінші бөлімді бастаймыз. Үшінші бөлім бізде қағысы дәл осы. Осыны енді 14-ші пернеден бастаймыз. 14-ші пернеден біз қазір 8 рет тартып бастаймыз. И 15-ке 6 рет. 7, 4 рет. Қайтадан 6 рет. Ағарай 6 рет. 6 рет. Жетіншісі, бірақ екеу емес, біреу көп есептеледі. Жетіден енді 8 рет. Осылай үшінші бөлімді де бітірдік. Үшінші бөлімді де жақсылап пысықтап қараңыздар. Қайта тартып, 10 рет тартыңыз, 20 рет тартыңыз, одан да шықпай жатса, даже 30 рет, 40 рет тартып шығаруға болады. Енді үшінші бөлімді бітіргеннен кейін 3-4 тағы да пауза. Яғни пауза дегеніміз үзіліс. Домбыраның өзінде де ешқандай ойнайтын нота жоқ. Тек қана барабан ойнау мүмкін. Одан кейін бізде енді 4-ші бөлім басталады. 4-ші бөлім бізде 7-ден басталады. Барлығы тек қана төмен қағыстар и жоғары қағыстарды мен көрсететін жерде тартып отыратын боламын. Кеттік ал. Осылай 7-ден 10-ға, 9-дан 12-ге. Осылай шахматный вариантта, ортасын тастап кетеміз да, перненің. Сөйтіп ашып шығамыз. 7-ден 10-ға, 9-дан 12-ге, 10, 14, 12, 15 и қайталау. Осыны 4 рет қайталаймыз. Үшінші. Төртінші. Енді үшінші бөлімдегі қағыстарды пайдаланамыз. Кеттік. Саусақтарды мән беріп қарап, ауыстырып отырыңыздар. 7. Қайтадан. Бұны да 4 рет ойнаймыз. Соңы. Осылай жауға күйінің 4 бөлімін бітірдік. Соңына дейін үйреніп тартқаныңызға мың алғыс, рахмет.
каналға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий жазсаңыз, маған деген алғысыңыз сол болсын. Достарыңызбен бөлісіп таратып қойыңыз. Одан кейін аз-аздан үздіксіз практика жасап қайта-қайта тарта беріңіз. Бір тартқаннан бәлкім шықпауы мүмкін, бәлкім бір тартқаннан қателесіп қайта-қайта жүйкеңіз тозуы да мүмкін. 5 рет тартыңыз, 6 рет тартыңыз, 10 рет тартыңыз, бағана айтқанымдай жайлап аз-аздан үздіксіз тартып қайта-қайта дайындалып нәтижеге жететін боласыз.